жақыршылықты кетіреді екен. Кембағалдықты кетіреді екен, туған, мінеке. Жарир радиаллаху анхудан риwayat, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман қара қул хуаллаху ахад", кім қул хуаллаху ахадты оқыса, хина ядхулу манзила, қашан үйіне кіргенде, үйіңізге кіргенде ихласты оқып қойышыңыз керек екен. Итағайда пұт киім шешіп отырсыз, ошо пұт киім шешіп отқанша оқып қойыңыз. Ешқандай уақыт кетпейді. Не болады екен? Нафатлу фақр мин ахли заликал манзил ва джиран. Бұл ихлас сүресі жақыршылықты ошол үйден дағы қошыналарынан кетіріп береді дейді. Тамаша емес бұл. Бұл Раваху Табарани өзінің кітабында зикр қылған. Ва ахраж Абу Нуайм фил Хулья عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. Ким бисмиллахны айтқан ұмытып қалса тамақтан, тамақ жеп біткеннен кейін есіне келіп отырады, ихлас сүресін оқып қоя берсін дейді. Орындалып қалады дейді. Аллаху акбар.